Ал мұсылманның қызы тек қана мұсылманға тұрмысқа шығу керек. Басқаға шықса кәпір болады, оның жаназасы оқылмайды оны. Әзір кезде жаңа христиан былай тұрып өтсін, ит жейтін, шошқа жейтін, құрт құмырсқаны жейтін бір сасықтың астында біздің доллар үшін, евро үшін қыздарымыз соның астында жатыр. Өйткені қыздарымыз сияқты біздің де үйде бір не қалған жоқ, жаңағы ақшаға, құлқынға сатылып кетіп жатырмыз. Өзіміздің құда жекжат, ағайын туыс бір-бірімізді сыйлауымыз, оны долларға да, евроға да сатып алмаса, ой, сасық Қытайдың астында қызың жатып, жіппен жүргеніңше, қызыңды халал бір таза мұсылман жігітке беріп, ешекпен жүргенің артық емес пе? Бірінші иманымызды, намысымызды ойлауын керек, құрметті жамағат.